Бұрынғы өткен заманда бір патша болыпты. Оның сарайының әдемілігі ең көркем, зәулім сарайлардың бірі болыпты. Бірақ патша өз иелігіндегі салтанатқа аса мән бермейтін бейбақ патша болыпты. Сарай маңында сарайдың әсемділігімен жарысқан, әлемдегі ең әдемі гүлдер өскен үлкен бір бау-бақша болыпты. Халықтың айтуынша ең ғажабы сол бақшада мекендейтін бір бұлбұл болыпты. Сондай әдемі даусымен сайрайтын бұл құстың атақ-даңқын естігендер ұзақ елден келіп көруге асығатын болыпты. Бір күні бұлбұлдың даңқы патшаның да құлағына жетіпті. Алайда патша бұл хабардан хабарсыз болғанына қатты ашуланып, уәзірін шақырып, бұл қалай болғаны, неге менің хабарым жоқ, сарай бақшасындағы бұлбұлдан депті. Уәзір оған жауап бере алмапты, өйткені оның да бұлбұлдан еш хабары болмапты. Уәзір дереу бағбанды шақырып, сарайда әлемге танымалы бұлбұл бар екен, неге айтпайсыңдар бізге десе. Бағбан, ғапу етіңіз мырзам депті. Оған уәзір тез арада тауып әкел деп айқай салыпты. Бағбан барлық жерді іздестіріп сұраса, еш жерден бұлбұлды таба алмапты. Содан уәзір бір шарасын тауып, патшаға бұл біреудің ойдан шығарған әңгімесі болу керек десе, патша одан сайын ашуланып, жоқ, олай болуы мүмкін емес, маған бұл хабарды сенімді адамым жеткізді. Дереу бұлбұлды тауып әкеліңдер, немесе барлығыңды жазалаймын депті. Сарайдың асханасында жұмыс істейтін қызметші қыз бағбанға келіп, іздегендеріңді бұл жерден таба алмайсыңдар. Қаласаңдар, мен сіздерді оның жанына ертіп апарайын депті. Бұны естіген сарай қызметкерлері қуанғанынан дереу бұлбұлдың мекеніне тоғайға жол тартыпты. Бұлбұл тұратын жерге келгенде қыз «Кішкентай бұлбұл» деп айқайлапты. Бұлбұл бір ағаштың бұтағынан көрінген кезде «Патшамыз сені көргісі келіп, дауысыңды естігісі келіп жатыр. Егер бізбен бірге бармасаң, барлығымызды жазалайды» дейді. Бұлбұл оған келісімін беріп, жолай оның әсем дауысын тыңдап сарайға келіпті. Сөйтіп патшаның құзырына шығып, бұлбұл әдемі дауысымен ән шырқай бастапты. Дауысына әсерленген патшаның көзіне жас парлап, әрі жүзіне қуаныш ұялапты. Патша бұлбұлға «Менен не тілегің бар, айт» депті. Сонда бұлбұл «Мен үшін ең үлкен сый сізге қуаныш сыйлау» деп жауап беріпті. Баршаның сүйіспеншілігіне қауышқан бұлбұл сарайдағылардың асыл тәжісіне, бақ дәулетіне айналыпты. Бұдан бұлай сарай бақшасына орналасып, үнемі әсем даусымен патшаға ән шырқайтын болыпты. Ел тұрғындары бұлбұлдың әнін тыңдау үшін сарайдың айналасына жиналып тұратын болыпты. Бір күні патшаға сыйлық сандық келіпті. Ішін ашып қараса, құнды гауһарлармен, асыл тастарлармен безендірілген ойыншық бұлбұл шықты. Шыныдан жасалған ойыншық бұлбұлдың төбесінде бұранда кілті бар екен. Кілтті бұрағанда шынайы бұлбұлдың дауысы шығатын болыпты. Уақыт өте келе шынайы бұлбұл патша тарапынан өзіне назар аударылмай қалғанына ренжіп, бір ыңғайын тауып сарайдан ұшып кетіпті. Күнде әсем үнімен сайрап жүрген ойыншық бұлбұл бір күні бұзылып қалыпты. Бұлбұлдың дауысына үйренген патша сол кезде ғана шынайы бұлбұлдың жоқтығын сезініп, оған әділетсіздік жасағанын ұғыныпты. Қайғыдан науқастанып төсек тартып жатып қалыпты.
Күн өткен сайын жағдайы нашарлап, халық та қатты қам жепті. Оның шарасыз күйін көрген жұрт жағдайының жақсармайтынын ойлап, жаңа патша тағайындауға бел бауыпты. Патшаның сырқаты және патшаның тағайындалу хабары сарайдан ұшып кеткен бұлбұлдың құлағына жетіпті. Патшаның өзін жақсы көретінін, істеген ісіне өкінетінін естіген бұлбұл патшаға көмектесуге шешім қабылдап, дереу патшаның жатқан бөлмесінің терезесінің алдына ұшып келіп, әсем даусымен ән шырқай бастапты. Төсегінде жатқан патша бұлбұлдың даусын естіп, қайта өзіне келе бастапты. Таңға жуық патша аяғынан тұрып, ауруынан жазылып кетіпті. Патша өзінің емдеген бұлбұлдың әсем даусы екенін біліп, бұдан былай әрдайым жақсы көретінін айтыпты. Бұлбұл да анда-санда келіп, ән шырқап тұратынын айтыпты. Төсек тартып жатқан патша осылайша шынайы бұлбұлдың әнінің арқасында дертіне шипа тауып, қайтадан елін басқаратын болыпты.